Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Мұнай-көлік басқармасы жұмысшылары атынан еліміздің ең басты әрі қастерлі мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз жүргізіп жатқан әділетті реформаларыңыз елімізге, өңірімізге оң өзгерістер тигізуде. Қазір мекемемізде жұмысшылардың жағдайы жақсарып, техникаларымыз жаңа базаның құрылысы басталды. Бұл істердің басы қасында кейбір топтардың кедергісіне қарамастан қолдау көрсетіп жүрген президент әкімшілігінің азаматтары бар. Ел игілігіне жасап жатқан істерге ұжым атынан алғысымызды білдіреміз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшылары баршаңызды бүгінгі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, болашағымыз баянды болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Маңғыстау халқының атынан барша Қазақстан халқын тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Құттықтаймыз ба, жігіттер? Құттықтаймыз. Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы мұнай спецназ компания мекеме басшылары мен жұмысшылары болып тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Жылдан жылға өз қызметімізді атқарып жатырмыз. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан елеулі табыстарға жетіп, әлемдік аренада орын белгіледі. Бұл елбасы саясаты мен халықтың бірлігінің арқасы. Тәуелсіздік әрбірімізге аманат. Қазақстан Республикасының президенті құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, президент әкімшілігіне және Маңғыстау облысы әкімдігіне мекемеміздегі өзекті мәселелер шешіп қолдау көрсеткеніне алғысымызды білдіреміз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біздің Мұнай-Велсервис компания сізді және барша Қазақстан 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең алдымен президентімізге және президент әкімшілігіне алғысымызды білдіреміз. Бүгінде көптеген мәселелер әділ жолмен шешіліп жатыр. Соған ризамыз, шүкір. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Көк туымыз биік желбірей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қасиетті Маңғыстау жұрты атынан барша қазақ халқына тәуелсіздік күнімен құттықтаймын.